Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін математика сабағынан жаңадан бөлім бастаймыз. Жылдамдық, уақыт және арақашықтық. Тақырып құндылықтар. Сонымен 28-ші сабақ. Қозғалысқа берілген есептер. Бірінші тапсырма. Жолда жүру ережесін білесің бе? Есептеудің орнында сонда елді мекендегі көлік қозғалысының шекті жылдамдығын білетін боласың дейді. Мұнда берілген өрнекті шығарамыз. Кітаптағы берілген мысалды жазып қоямыз. Біріншісі қалай? 158.269-ды 4-ке көбейтіп, одан азайтамыз 633.016-ны. Сонда жауап 60 болады. Келесі ауыл дейді. 30.207-ні 9-ға көбейтіп, одан азайтамыз 271.823-ді. Сонда 40 шығады екен. Есебіміз шықты. Келесі тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырма. 1 сағат ішінде автокөлік қандай арақашықтықты жүріп өтеді? 4 сағат ішінде ол қандай арақашықтықты жүріп өтеді? Мұнда суретке қараймыз. Бізде автокөліктің жылдамдығы 50 км бөлінген сағат. Енді анықтау керек 1 сағат және 4 сағат ішінде қандай арақашықтықты жүріп өтетінін. Мінекей біріншісі жылдамдық. Мұны бізде В деген әріп бізде жылдамдықты білдіреді. В тең 50 км бөлінген сағат. Т уақытымыз 1 сағатқа тең. С-ті табу керек, арақашықтықты, километр. С-ті табу үшін В-ны Т-ға көбейтеміз, яғни жылдамдық пен уақыттың көбейтіндісіне тең. Сонда 50 км бөлінген сағатты 1 сағатқа көбейтсек, 50 км болады. Есептің жауабы автокөлік 1 сағатта 50 км жүріп өтеді. Келесі екінші тапсырмада бізде 4 сағат ішінде делінген. 4 сағаттағысын табу үшін дәл осы жолмен арақашықтықты табамыз. Сонда 50-ді 4-ке көбейтеміз, 200. Есептің жауабы автокөлік 4 сағатта 200 км жолды жүріп өтеді екен. Есебіміз шықты. Төменде бізде ереже берілген, балалар оқып, түсініп және жаттап алайық. Мына берілген формулалар арқылы біз алдағы уақытта есептер шығаратын боламыз. Үшінші тапсырма. Шамаларды табу формуласын қолданып есептеуді шығар. А тапсырмасында автокөлік 4 сағат ішінде 320 км жол жүрді. Автокөлік қандай жылдамдықпен қозғалған? Яғни жылдамдықты табу қажет, Мінекей бірінші А тапсырмасында Т тең 4 сағат, С тең 320 км. В жылдамдықты табу қажет. Жылдамдықты табу үшін арақашықтықты уақытқа бөлеміз. Сонда 320 бөлінген 4 тең 80. Есептің жауабы автокөлік 80 км бөлінген сағат жылдамдықпен қозғалған. Келесі Ә тапсырмасында автокөлік 65 км бөлінген сағат жылдамдықпен қозғалады, ал 4 сағат ішінде автокөлік қандай арақашықтықты жүріп өтеді? Яғни С-ті табу қажет. С-ті табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Сонда С тең 65 көбейтілген 4 тең 260. Есептің жауабы автокөлік 4 сағат ішінде 260 км жолды жүріп өтеді. Б тапсырмасында автокөлік 90 км бөлінген сағат жылдамдықпен қозғалады. Егер дәл осындай жылдамдықпен қозғалатын болса, 360 км-ді арақашықтықты автокөлік қанша сағатта жүріп өтеді? Яғни уақытты табу қажет. Уақытты табу үшін арақашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. 360-ты 90-ға бөлсек 4. Есептің жауабы автокөлік 360 км-ді 4 сағатта жүріп өтеді. Мінекей балалар, есебіміз шықты. Келесі тапсырмаға көшейік. Кесте берілген, кесте бойынша есептер құрастыр және оларды шығар. Біріншісіне қарайық, бізде автобус берілген, Енді былай қарайық. Автобус 60 км бөлінген сағат жылдамдықпен қозғалады. Егер дәл осындай жылдамдықпен қозғалса, ол 240 км арақашықтықты автобус қанша сағатта жүріп өтеді? Мінекей осылай уақытты табамыз. Сонда бізде шығады 240-ті 60-ға бөлеміз 4. Есептің жауабы 4 сағат. Келесі екінші тапсырмада бізде машина берілген. Машинаның жылдамдығы 82 км бөлінген сағат, ал уақыт 3 сағатқа тең.
S ара қашықтықты табу қажет. S-ті табу үшін V-ны Т-ға көбейтесің, сонда 82 көбейтілген 3 тең 246. Есептің жауабы 246 километр. Келесі үшінші тапсырмада Т 2 сағат берілген, S ара қашықтық 600 километрге тең, V-ны табу керек жылдамдықты. Сонда V-ны табу үшін S-ті Т-ға бөлесін, 600 бөлінген 2 тең 300. Есептің жауабы 300 километр бөлінген сағат. Төртінші есебіміз шықты, енді келесі тапсырмаға көшейік. Есепте және тексер. Балалар, баған түрінде орындағанымыз дұрыс. Сендер осылай мен шығарған жолымен өз жауаптарыңды салыстырсаңдар болады. Келесі 6-шы тапсырма. 6-шы тапсырмада есепте және тексер, яғни қарапайым, қосу, азайту, бөлу, амал қолдану есептер берілген. Неке бірінші қосындының жауабы 828.028, 935.007-ден азайтасын 829.006, сонда 106.001 болады. Келесі өрнектің қосындысы, мынаның азайтындысы мынаған тең, және бөлу амалдары. Өз жауаптарымен салыстырыңдар. Келесі тапсырмаға көшейік. Есепті шығару тәсілін тап деді. Әлияның 20 кәмпиті бар. Ол кәмпиттерді өзіне қарағанда айнаға 2 кәмпит артық болатында етіп бөлгісі келді. Әлия кәмпиттерді қалай бөлу қажет дейді. Неке балалар, барлығы бізде Әлияда 20 кәмпит бар, 20-дан 2 кәмпитті шетке ала тұрамыз. Сонда бізде 18 кәмпит бар қолда. 18-ді 2-ге бөлеміз. 9. Әлияға және айнаға 9-9-дан береміз, және арты қалған жаңағы басындағы 2 кәмпитті қосамыз. Сонда 11 кәмпит болады. Есептің жауабы Әлияда 9 кәмпит, ал айнада 11 кәмпит бар. Енді осы тапсырманың келесі 14 кәмпиттен осыған ұқсас етіп құрастыр дейді, есеп шығар дейді. Неке бізде 14 кәмпит бар. Айна Әлияға 2 кәмпит артық бергісі келеді. Есепті шығару үшін жаңағыдай 14-тен 2 кәмпитті ала тұрамыз, сонда 12 кәмпит, 12-ні 2-ге бөлеміз. 6-ға бастап қалып қойған 2 кәмпитті қосамыз, сонда 8. Есептің жауабы Әлияда 8 кәмпит, айнада 6 кәмпит бар. Есебіміз шықты, енді келесі тапсырмаға көшейік. Бауыржан жаңғақ терді. Ол 25 жаңғақты ағасына, қалғанын жартысынан асына берді. Өзіне 20 жаңғақ қалды. Бауыржанда қанша жаңғақ болған? Яғни бізде сұрап тұр бастапқыда қанша жаңғақ болған. Ол үшін бізге 25-ті аламыз. Ағасына берген жаңғақтың саны, оған қосамыз өзіне қалған 20 жаңғақты, және анасына деп 20 жаңғақ берген екен. Сонда үшеуінің қосындысы 65. Есепті кері амал бойынша тексерсек болады. 65-тен 25-ті азайтамыз, 40 болады. Оны анасына жартысын берген деп тұр ғой. Сонда оның анасына 20-сын берсе, өзіне 20 жаңғақ қалып тұр. Мінекей осылай есепті кері амал шығару арқылы тексерсек болады. Есептің жауабы Бауыржанда 65 жаңғақ болған. Келесі тапсырма. 9-шы тапсырма, есептерді шығар. Бірінші, бүркіттің ұшу жылдамдығы секундына 30 метр, ал 5 секундта қанша ара қашықтыққа ұшады? Оны шығару үшін 30-ды 5-ге көбейтеміз, сонда 150 метр болады. Есептің жауабы 150 метр. Келесі тапсырмасында ұлу 2 сағат ішінде 36 метр жерге жылжиды. Ал оның қозғалыс жылдамдығы қандай? Яғни жылдамдықты табу қажет. В-ны табу үшін S-ті Т-ға бөлеміз. 36-ны 2-ге бөлсек 18 метр бөлінген сағат. Есептің жауабы ұлудың қозғалыс жылдамдығы 18 метр бөлінген сағатқа тең. Келесі Б тапсырмасында велосипедші 14 км бөлінген сағат жылдамдықпен 28 км жүрді. Қанша уақытта жүріп өтті? Уақытты табу қажет. Ол үшін S-ті В-ға бөлеміз. 28-ді 14-ге бөлсек 2. Есептің жауабы 2 сағат.
Балалар, барлық 9 есепті талдап, түсініп шықтық. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Сау болыңдар.